Қалайсыздар? Бүгінгі сабақта алғашқы клиентке жол туралы сөйлесетін боламыз, үйренетін боламыз. Кеттік. Алғашқы клиентті қайдан табамыз? Ең бірінші әдіс алыстан арбалағанша жақыннан дорбала. Бұл өте жақсы айтылған сөз, жақсы айтылған мақал. Ең біріншіден туыс-туысқандар арасында кәсіпкерлер іздейміз. Одан кейін достарына ата-аналар кәсіпкерлер болуы мүмкін. Одан кейін көрші кәсіпкерлер болуы мүмкін. Көршілер деген секілді. Енді қараңыздар. Не үшін именно жаңағыдай алыстан арбалғанша жақыннан дорбала деп айттым? Себебі бұл адамдар бізді таниды, бізге аздап болсын сенімі бар, және де сіз олардың алдында аса қатты бір үлкен бір қателік жасап қойсаңыздар, ол кісілер ештеңе еш көп нәрсе айтпайды и смело жұмыс жасауға болады. Яғни ең бастапқы сіздердің андай подопытный нелер, подопытный адамдарыңыз осы адамдар болады. Сол себепті осы әдісті міндетті түрде қолданыңыздар. Одан кейін міндетті түрде сіздерге клиент табылады. Туыс-туысқандар арасынан міндетті түрде кәсіпкер табылады. 100%. Достарының даже сіздің бір алыс жақын неңіз болуы мүмкін. Одан кейін мысалға соның өзінде де туыс-туысқанның арасында, тумалардың арасында ешқандай не болмаса, кәсіпкерлер болмаса, онда уже достарыңызды қарайсыз. Достарыңыздың ата-анасы кәсіпкер болуы мүмкін, немесе достарының ата-анасы кәсіпкер болуы мүмкін. Яғни таныстық. Бізде қазақта деген таныстық өте көп. Тіпті бір мысалға сіз Оралда тұрып жатып, басқа бір семейден бір адаммен танысып, одан кейін бір 2-3 сағат сөйлескеннен кейін сіз уже ол жақтан тоже таныс тауып қалуыңыз мүмкін, рулас болып қаласыз деген секілді. Сол жерден де тоже өте жақсы біздің өзіміздің сол таныстық байланыстарымыз осы клиент табуда өте үлкен көмегін береді. Бұл бірінші әдіс. Екінші әдіс Инстаграмда кәсіпкерлерге директке жазу. Одан кейін екіншісі Telegram, WhatsApp мессенджерлерге жазу. Одан кейін WhatsApp, Telegram, ВКонтакте группаларға, чаттарға жазу. Одан кейін оларға рассылка тарату. Бұл әдіс суық әдіс, яғни суық әдіс дегенде бұл жерде бізді адамдар талмайды. Оларда қалай жазу керектігі, қандай не жазу керек, қалай бастау керекті, одан кейін ол жоқ деп айтса нені айту керектігі нақты шаблон бар. Сол шаблонды осы модульда береміз. Соны қарап, дәлме-дәл бірден көшіріп сол адамдарға, бірден рассылка жасаған кезде, адамдарға жекесін жазған кезде соны қолданып жасаңыздар, міндетті түрде клиент табасыздар. Кеттік. Үшінші әдіс маркетингтегі басқа мамандармен келісу. Біріншісі копирайтер, SMM, сайт маман, дизайнер, мобиловый продюсер, стройсмейкер, сату маман. Қалай келсеміз? Осындай адамдар табамыз. Ол кезде ол жерде даже сіздің досыңыз болуы мүмкін, досыңыз бір мобиловый болуы мүмкін деген секілді. Оның клиенті бар, мысалға. И ол клиентіне ұсынады. Сізге таргетолог керек емес пе? Таргетолог іздеп жүретініңіз ғой, менде таныс таргетолог бар деген секілді. И одан кейін сізге сол адам өзінің несінің номерін береді. Өзінің клиентінің танысының номерін береді, сізді ұсынады. Одан кейін сіз ол кісімен немен, сол берген клиентпен сөйлесесіз. Біз дайындаған методтармен сөйлесесіз, осындай деген секілді. И одан кейін сөйлескеннен кейін не істейміз? Келісеміз. Мысалға оплата жасайды. Мысалға бір апталық услугын сатамыз, немесе бір айлық услугын бірден сатып жібереді. Ол да мүмкін. Немесе бір рет қана таргет жасауды сатамыз, 10 000 теңгеге деген секілді. Бір апталық услугын 20-30 000 теңгеге. Ал бір айлық услугыны сәйкесінше ол жерде атқаратын міндеттерге байланысты 80 000-нан, даже кейбір жағдайларда тек қана бір 60 000-нан жоғары арға кете береді, 150-200 000 деген секілді. И одан кейін ары қарай бонустармен тоже кете береді. И одан кейін осы мамандармен қалай келсеміз, мысалға саттыңыз клиентке, клиент оплатын жіберді, 30 000 теңге жіберді делік. 30 000 теңгенің 10%-ын немесе 20%-ын сізге клиент тауып берген адамға бересіз. Мысалы, мобиловый досыңыз клиент тауып берді, сіз 20%-ын 6 000 теңгесін мобиловыйға бересіз. Ал өзіңіздің қалтаңызда 24 000 теңге қалады. 24 000 теңге, расходтар басқа бір сервистерге, креатив дайындауға, дизайнерге сізде бір әрі кетсе максимум бір 10 000 теңге кетуі мүмкін. 10 000 теңге кетеді, 10 000 деп алайық, грубо. Сонда сіздің қалтаңызда 16 000 теңге, бір клиентте 16 000 теңге қалады. Өте керемет әдіс, себебі через таныс арқылы шығасыздар. Енді сіздерге үй тапсырмасы осы 3 әдісті қолданып, кемінде бір клиент тауып келісу, одан кейін оның оплатасын алу. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.